Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Аллах береке берсін. Мына жерде тал болған. Талды кесіп тастадық. Сырты штукатуркасы болды. Терезелерін салдық. Ішкі жақтайды көрсетейін сіздерге. Мына жерден су кіргіземіз ішіне. Әр жақтан әкелеміз. Терезелер салынды. Бір бөлменің полын құйдық. Полы құйылды. Енді бізде мына жақта монша опаловкасын құрып қойдық. Маяқтарын бәрін тартып қойдық. Енді осыны дайындап жатырмыз. Алматтан бауырым келген. Сол екеуміз құяйын деп отырық. Басында шлакпен құямыз деп ойлағанбыз. Енді таза баластан құятын болдық. Міне балас. Ортасына шлакоблок кірпіштерді салып отыратын боламыз. Мынандай кірпіштер салып отыратын боламыз. Газоблоктар бар. Араластырып құятын боламыз. Опаловка бізде 4 тақтайдан құйылған, кішкене биіктеу алдындағы қарағанда. Шамамен мына жерге дейін құямыз. Мына армопояс, армопоястың астына дейін құямыз. Армопоястың астынан армопояспен бірге плита кетеді. Сосын шатыр көтерілетін болады осы жерден. Мына моншаның іші 3 бөлмеден тұратын болады. Аяқ кіреберіс бөлме, аяқ жуынатын бөлме ортаңғысы. Мына жақ пар. Мына жақ жеке топқа болады. Ал ендеше бастаймыз. Лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Моншаны құйып болдық. Моншаны құюға бізге 11 күндей уақыт кетті. Арасында үзілістер болды, демалыстар болды. Сондағы істеген күндерімізді есептеп қарасақ, шамамен 11 күндей уақытта құйып болыппыз. 44 қаптай цемент кетті. Қабырғаның қалыңдығы бізде 34 сантиметр. Опаловка 4 тақтайдан құралған, 4 қатар көтерілді. 5-ші қатар 2 тақтайдың шамасында үстінен армопояс құйылды. Енді үстін плитамен жабатын боламыз. Шамамен 3 плита кетеді. Әрі қарай да видеолар салып отырамын. Лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.